Баршаларыңызға қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Меруерт асханасы видеом соңына дейін көріп, қызықты маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын асқабақ қосылған манты дайындайтын боламыз. Видеом соңына дейін көріп, мені бақылап отырыңыздар. Ыдысымызға 250 граммдай салқын суымызды құйып, үстіне 1 қасық тұзымызды салып, 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осы кезде ұнымызды сетадан өткіземіз. 400-450 граммдай ұн пайдаландым. Ұнымызды салып, жақсылап тұрып қамыр илейтін боламыз. Ыдысымызда ешқандай ұн қалмасын, соңына дейін таптаза етіп илерсіздер. Қаттырақ қамыр болуы керек. Ыдысымызда ешқандай ұн қалмады. Енді қамырымызды бөлек шығарып, қосымша иге қанғанша қамырды қатты етіп илейтін боламыз. Сіздер де міндетті түрде осылай жасаңыздар, сол кезде мантыңыз езілмейтін, тесті жақсы болып шығады. Міне қамырымыз дайын болып қалды. Қамырымызды 2-ге бөліп қоятын боламыз. 2 дөңгелек жасаймыз. Қазір жайғанда да бізге өте ыңғайлы болады. Салапанымызға салып, тұндыруға жібереміз. Осы кезде мантымыздың начинкасын дайындаймыз. Мен 3 дана бияз пайдаландым. Осындай 4 бұрышты көбейткеп турап алатын боламыз. Биязыңыз көп болған сайын мантыңызда сочный, дәмді болып шығады. Міне асқабағымызды қабығынан аршып дайындап, бұны да 4 бұрышты бөлікке кішірейтіп турап аламыз. Сіздер манты жасағанда міндетті түрде асқабақты пайдаланыңыздар. Асқабақ мантымызға ерекше дәм береді. Өте пайдалы. Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Менің каналым сіздерге өте пайдалы, көп рецепттер бар. Соларды қарап, өз қажеттеріңізге жараған болса, міндетті түрде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менің каналым жас келіншектерге арналады. Аспаздықты сүйетін, жаңа рецепт іздеп жүрген қыз келіншектерге міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Міне асқабағымызды турап болдық. Енді менде сиыр етінен фарш 1 кило. Енді турап алған көкөністерімізді, асқабағымызды, биязымызды салып, үстіне дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды салып дайындап аламыз. Жақсылап тұрып, барлығы толық араластырамыз. Міне дайын болды, барлығын араластырып, начинкамызды дайындап қойдық. Енді қамырымыз тыныққан кезде кішкене босансиды. Оны қайтадан ұнның көмегімен қаттырақ қамыр илеп, қолымызбен кішкене дөңгелектеп, жұдырығымызбен басып жібереміз. Қазір оқтаумен жайғанда оңай болу үшін. Барынша түсінікті етіп айтып жатырмын. Мені жаңа түскен келіндер қарауы мүмкін, соларға кеңесімен бөлісіп жатырмын. Мұқият сіздерде толығына дейін видеомды қарап, өз пікірлеріңізді қалдырып, қолдап кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Мен күнде жаңа рецепт салып отырамын. Міндетті түрде мені бақылап қойыңыздар. Міне Инстаграмымды белгілеп кеттім. Міндетті түрде тіркеліп алыңыз.
Не қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қатты жұқа болмасын, орташа лап жаямыз. Қамырымыз орташа болуы керек. Қатты жұқарып кетсе де, қазір қамырымыз езіліп кетуі мүмкін. Менің каналымда қандай рецепт түрлерін көргілеріңіз келеді, соны да жаза кетіңіздер. Міндетті түрде комментарияны міндетті түрде оқимын, кері байланыс жасаймын сіздерге. Міне, қамырымыз дайын болды. Енді кесіп, 4 бұрышты көлемде кесіп аламыз. Қамырымызды кесіп болдық. Енді бір қасықтың шамасында жетеді. Қамырымызды салып, осылай дәл видеодағыдай біріктіріп шығамыз. Өте дәмді сочный манты болып шығады. Құрамын описание бөліміне қалдырдым. Сол жерден қарап, міндетті түрде жасап, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Тіркелмеген оқырман болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Мен күнде жаңа рецепттер саламын. Соны бақылап, қарап, мені қолдап жүріңіздер. Міне табамызды, каскымызды алып, мантының тарелкілеріне сұйық майымызды жағып, мантымызды тегістеп орналастырып шығамыз. Осы кезде суымызды қойып қоямыз. Мантының астында табағына орта бернейдің суымызды құйып, газге қайнатамыз қарқылдап тұрып. Или астына ет салсаңыздар да болады, сүйек салсаңыздар да болады. Ол өте дәмді болып шығады сол кезде. Мантымызды орналастырып, бетіне сұйық май жағып шықтым. Кейбір келіншектер айтып жатады, мантымның беті қатып қалады, қалай істесек болады деп. Кейбіреулер салапан жауып пісіріп жатады. Әркімнің әдісі әртүрлі. Мен осындай сұйық май пайдаланамын. Міне мантымызды салуға жібердік. 45 минутта пісіп шығады. Енді үстіне подливкасын дайындаймын. Мен сәбіз пайдаландым, бір дана бияз. Бізде ондай кісі көп емес, 4 адамдай. Сіздер енді отбасыларыңыздың мүшесіне байланысты дайындайсыздар. Сұйық майымызды құйып, биязымызды қызарғанша қуырып, үстіне сәбізімізді салып, жақсылап тұрып, 5-10 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін аз ғана су құйып, сақ болады. Дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Не біздің мантымыз дайын болды. Тәлігімізге салып, дастарқанымызға ұсынамыз. Менің рецептім сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Менің мантым өте дәмді болып шықты. Ортасы бәрі піскен, қамыры жыртылмаған. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ас болсын.